Саламатсыздар ма, балалар? Мен Дүйсенғалиева Назгүл Кенжанқызы, нөмірі 8-ші орта мектептің тарих пәні мұғалімі. Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Бүгінгі ұсынымға беріп отқан сабағымның тақырыбы ежелгі көшпелілердің материалды мәдениеті. Зерттеу сұрағы көшпелілер баспанасының ерекшелігі неде? Сенің меңгеретінің ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктері туралы біледі. Ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін анықтайды. Көшпелілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесін бағалайды. Балалар, біз бүгінгі сабағымыздан мына бірнеше суреттер бейнеленген. Бұл суретте біз ненің суретін көріп отырмыз, балалар? Әрине дұрыс айтасыздар. Баспананың суреттері. Бірінші суретте алғашқы қолданған, жасалып тұрған үй бұл кебе бейнеленген. Осындай кебелердің қалдықтары Қазақстанның оңтүстігінде, шығыста және солтүстік өңірлерінен табылған. Екінші суретте бейнеленген суретке қарап отырсақ, балалар, бұл жалпы бастапқы кезде аңшылар баспана жасау үшін ағаштың бұтақтарын пайдаланған. Олар ағаштардың басын қосып, екінші ұшын жерге қасып қылып қадаған. Және баспананың қабырғасын сыртын аң терілерменен немесе киізбенен шапқан. Мұны күрке деп атаған. Келесі үшінші суретте бейнеленген. Бұндағы суретімізде бұл да бір баспананың түрі қос деп аталады. Бұл қос деп аталған баспананың жалпы қаңқасы, ол жалпы сырғауылдарменен тұрған, сыртын қаптаған, оның сыртын киізбен жапқан. Кейінгі уақыттарда мұндай баспаналарда қазақ бақташылары және жылқышылары қолданып пайдаланып келген. Келесі төртінші суретте бейнеленген бұл суретімізде жолым үй деп аталады. Бұл жолым үй деп отқанымыз жалпы басқа да баспаналарға қарағанда өзінің ерекшеліктерімен көрінеді. Бұл жалпы негізінен ағаштарменен және байланыстырып, оны жіппенен айқастырып бейнеленген. Ондағы негізінен төбесі конус тәріздес болып келеді. Келесі 5-ші суретте қарап отырсақ, балалар, көшпелі өмірге бейімделген баспана жетілген түрі киіз үй болып табылады. Ол негізінен орталық Азияның көшпелілерінің баспаналары негізінен ұзақ уақыт бойы даму нәтижесінде пайда болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші мыңжылдықта бұрын пайда болған. Бұндағы балалар біз суретті көріп отқанымызда негізінен киіз үйді құру барысында көріп отырмыз мына суретте. Шаңырақты көтергенде оның жан-жағынан уықтар шаншылады. Ол керегеменен шаңырақты қосатын негізгі бөліктің бірі болып табылады. Негізінен оған бірнеше адамдар киіз үйді көтереді. Оның негізінен шаңырағын көтерген кезде үйдің егасы өзі бастап шаңырақты көтеретін болған. Шаңырақтан кейінгі ерекше қастерленетін бөлшегі босаға деп аталады. Ол табалдырық пен маңдайшадан тұрады. Оған сықырлау орнатылады. Балалар, сықырлауық дегеніміз не екен? Сықырлауық дегеніміз ол киіз үйдің есігін айтамыз, сықырлауық деп. Мінекей, жалпы біздің осы шаңырақты көтеріп жатқан кезімізде әртүрлі мысалға осындай жаңағы бата тілектерді де айтып жатқан. Шаңырағымыз шайқалмасын, шаңырағымызға бақыт орнасын деген бірнеше осындай тілектерді айтып отырған. Сонда біз балалар мінекей шаңырақты құрметтеп, қастерлеуіміз керек екен. Келесі мына суретті көріп отырсақ, балалар, бұл киіз үйдің ішкі құрылысы болып табылады. Қазақтар әдетте киіз үйлерінің ішін алуан әртүрлі кілемдермен және ою-өрнекті сырмақтармен безендірген. Оның ішінде кебеже, сандық, төсек ағаш, үйдің негізгі жиһаздары болып табылады. Мал терісінен саба, торсық, ағаштан келі және күбі тағы басқа да
қажетті бұйымдарды жасаған. Балалар, мына жерде бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бұл тапсырмада төменде берілген көшпелілердің қолданбалы өнер туындыларын атап, сипаттама беріңіз. Көшпелілердің қолданбалы өнерінің ерекшелігін түсіндіріңіз. Біз мына жерде қолданбалы өнер туындылары, бірнеше біз суреттерді көріп отырмыз балалар мінекей. Мына екінші кестесінде атауы, үшінші кестеде сипаттамасын жазамыз. Төртінші кестеге көшпелі тұрмысқа бейімділігі туралы жазылады. Мінекей балалар, осы бірінші тапсырманың дұрыс жауабына назар аударамыз. Төменде берілген көшпелілердің қолданбалы өнер туындыларын атап, сипаттама беріңіз. Көшпелілердің қолданбалы өнерінің ерекшелігін түсіндіріңіз. Бірінші қолданбалы өнер туындыларында біз суретке қарап отырғанымызда, бірінші атауында ненің суреті бейнеленген балалар? Дұрыс айтасыздар, мінекей аяқ қаптың суреті бейнеленген. Енді біз бұны сипаттамасын айтайық. Төрт бұрыштап тігіледі де, аузын жауып тұратын ілгекті қақпағы болады. Қақпақтан беті шыға барқыт тәрізді матамен өрнектеліп, жиегі түрлі шашақпен әшекейленеді. Енді бұл біздің көшпелі тұрмысқа бейімділігі туралы. Ертеде көшпел үйдің ыдыс аяқ салатын киіз қабы, түйеге немесе арбаға, тиелген жүктің үстіндегі шаңыраққа байланады. Мінекей сонда біз балалар осы аяқ қапты бұрынғы ерте кездегі көшіп қонып жүрген кезіміздегі ата-бабаларымыз осы ыдыс аяқтарын салып, киіз үйге де іліп қоюға ыңғайлы болған. Енді келесі екінші суретте, мына жерде балалар біз ненің суретін көріп отырмыз? Сандықтың суретін көріп отырмыз. Бұнда қазақ шеберлері сандықты қайың, қаратал ағаштарының сүйегінен жасаған. Келесі көшпелі тұрмысқа бейімділігі туралы айтатын болсақ, балалар, киіз үйдің ағаш жиһаздарының бірі. Оған киім-кешектер салады, асыл бұйымдар салған. Енді келесі суретімізде көріп отырсақ, балалар, бұл сапты аяқ деп аталады. Бұны негізінен сапты аяқты ағаштан ойып өрнектеп жасайды. Сабын қолға ұстаулы, яғни ыңғайлы етіп, бунақта қосарлап жасаған. Көшпелі тұрмысқа бейімділігі туралы айтатын болсақ, балалар, қымыз құюға, сапыруға арналған сабы бар аяқ тәрізді ағаш ыдыс деп аталатын болған екен. Келесі тапсырмамыз, балалар, екінші тапсырмада киіз үйдің үш ерекшеліктерін жазыңыз. Екінші тапсырмаға назар аударыңыздар, балалар. Бұл жерде киіз үйдің үш ерекшеліктерін жазыңыз. Бұнда бірінші, киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы. Қыста жылы болады, жазда салқын. Екінші ерекшелігі шаңырақ киелі болып саналады. Қазақтарда шаңырақ отан, әулет деген мағынада қолданылады. Шаңырақты негізінен ер адамдар немесе үйдің иесі ғана көтеретін болған. Келесі үшінші ерекшелігі. Көшпелілер киіз үй жиһаздары мен жабдықтарын жасағанда асыл тастармен, металл ағаш, жүн былғарыны пайдаланған. Сабағымызды қорытындылау барысында қазақтың киіз үйі құрылымы жағынан осы уақытқа дейін көшпелі халықтардың бірде-біреуі асып түсе алмайтындай жылжымалы баспананың ең жетілдірген түрі болып табылады. Сау болыңыздар.